Ал құрметті ағайындар, ассалаумағалейкум. Міне бізде жұмысымызды бітіп, сіздермен бөлісейін деген. Мына жер терраса, мына жақ ванна. Ваннаның кафелін осылай жасадық. Мына жерде установка болып жатыр пока. Ванна. Бір труба, алынатын труба бұл. Мына жер топка. Енді бұл жерде қателік проектіде. Мына топка мына жаққа өту керек еді. Сонда мына сырттан есік ашылса, көмір оттың бәрі осы жақта болатын еді. Бұл жерде ішке кіріп кетті. Ертең мына жердің бәрі тап-таза, көмір кіреді, от жағады. Мына жердің бәрі кішкене теріс болып қалған. Мына жақ холл. Холлдың кафелі осылай шықты. Мына жерде айна қойдық. Мына жер обороттың орны болғаннан кейін мынандай гипстан қойып жүрдік. Мына жерде раковина тұрады. Бұл раковинаны да негізі мына жақта террасаға қойып берген. Кішігірім қателіктер. Мына жақ кухня. Кухняның да кафелін осылай жасадық. Жерде гибкий мрамор. Жақтың бәрі жанады. Мына жақ гардероб. Мына жақ мини-зал. Мини-зал. Негізі мини-зал деген қазіргі уақытта қатты керек емес негізі. Бір спальня, одан спальня жасаса, бұл үйдің размері 18-де 16 болу керек. Мына жақта холлымыз. Мына жақ спальня. Мына жақ үлкен зал. Сегіз метр ұзындығы, ені 4,5 метр. Мына жақта холл. Мына жерде телевизордың орны. Мына жақта спальня. Подшторкалар осылай болды. Ішіне гарнизін қатырып қойдық. Холлдың ұзындығы 11 метр. 11 метр.